Ешеров университетіне қош келдіңіз. Тағы да киелі Маңғыстау өлкесіне қош келдіңіз. Университетімізге келіп жатқаныңызға біз үшін үлкен мәртебе. Ендеше алғашқы сұрағымыз Асанәлі аға, Маңғыстау жері сізді қалай қарсы алды? Маңғыстау жайлы айтып берсеңіз. Енді шетелге кеткен жоқ қой, өзіміздің ел ғой. Қай жерге барсақ та Қазақстаннан қайтып тұрған менің отаным. Өздеріңіз сияқты қарқалады. Қай жерге барсақ та. Сондықтан бүгін енді жұмыс ауыр. Менің енді кинода жұмыс істеп жүргеніме қазір 60 жыл болды. Сонау 62 жыл болды. Сонау бірінші фильм Сәбит Мұқановтың Ботагөз романы бойынша түсірілген, баяғы 56 жылы бірінші курста жүргенде сонда түскен еді эпизод. Ботагөздің ағасы. Сол бірінші фильм. Содан бастап мен өнерді сол кинодан бастап. Театрға 64 жылдан бері келіп, сол театрда қызметіміз сонда. Енді театр деген өнердің ішіндегі өнері театрда, актерлар үшін. Негізгі лабораториямыз сол театр. Кино деген ол результат. Популярность кино. Ол енді көп жерге тарайды. Қырғызбек фильмдері мысалы 30-дан астам мемлекетке тараған, солардың тіліне аударылған. Транссибир экспресс 40-тан асып кетті. Сол қай жерге барсақ та, жаңағы сол фильмдер арқылы танысымыз. Фильмдер арқылы сөйлесеміз. Сіздермен енді жат адамдар емес ғой, қандас, бауырлас, пікірлес. Бүгінмен ректорлармен сөйлесіп жатырмыз, жас бала, келешегі мол, ең ректорлардың ішіндегі жас деп ойлаймын. Сондықтан перспектива жастарда. Баяғыда біз осы жас кезімізде біздің қарт актерлар айтады, қазір осы жастар онша демес өзің, кішкене бұлай өнерге бұлай таянсаңдаршы деп. Сол қарттардың сол недовольствосы менде де бар қазір. Жастарға сол айтамыз, жастарсың бұлай. Кішкене бұлай икемденсеңдерші, дұрыстансаңдаршы, жиналсаңдаршы деп айтамыз. Енді мұғалімдердің міндеті сол. Жақсы болса екен, оқыса екен, білімді болса екен. Әсіресе қазақ балалары әлі мешеу келатырмыз әлі. Көп мемлекеттен жаңағы халық келатырмыз. Президентіміздің айтып жатқаны да сол. 20-дан аса мемлекеттің қатарында қосылайық. Ал енді ертең университет бітіргенде халықтың арасында қызмет істейсің. Бір адамдармен жоғың болу керек, араласың болу керек, сөйлесетін әңгімең болу керек, білімің болу керек. Ол сонда адам ортаға кіреді. Ортадан тыс қалған адам жаңа айтқан. Сондықтан осы бастан 5 жылда көп нәрсені алып қалуға тырыспасаңдар, кейін босқа қаласыңдар. 5 жылда бар жан-жақты әр нәрседен хабар болып қалу керек. Ары қарай жұмыс істейтін қабілет болу керек. Направление алу керек, самый главный. Бағыт балдар. Әсіресе мынау қазақтың қыздары. Қыздарға көп нәрсе ойлайсың. Қыздардың тәртібі, мәдениеті, халықтың мәдениеті. Келешек ана, бір үйдің алтын діңгегі,
келешек ұрпақ өсіретін қауым. Сондықтан қыздардың тәрбиесі өздерін тәрбиелемесеңдер қиын болады. Сондықтан қыздар тәртіпті болыңдар, намысты болыңдар, намысты қолдан бермеңдер. Ол жалпы айтылатын сөз ғой, тәрбие. Мен енді қазір 82-демін. 82-ге мен сияқты келіп жатсаңдар жаман болмайды. Ол үшін істеу керек. Режим, тәртіп, жұмысыңды адал атқару керек. Сондықтан енді біздің балаларымыздың өзі қазір 60-ға келді алды. Екі балам 60-ға келеді. Кішкентай 10-ға келді қазір. Осы жұмыста да шаршап келеді қазір. Үйге келді жаңаларды көргенде рахаттанып, маңдайынан иіскейсің. Ол эликсир. Ол үлкен дәрі, былайша айтқанда. Вот сондай жағдайға жетіңдер деп айтып отқаным ғой. Сондай жағдайға жетіңдер. Жетуге толық праваларың бар. Қазір ата-аналарың сендерді өсіріп, осы оқытып отырып, өздерінің счетына. Енді қашанда екі аяғын салбыратып ата-ананың мойнында отырасыңдар. Үлкен қызметке осы бастан ілігу керек. Ректор жолдасы айтып жатыр, бүкіл жұмыстарды кейбір студенттер істейді деп. Приемный экзамен болғанда. Соның бәрі практика. Соның бәрі осы бастан өзі үлкен нәрсеге дайындау. Адам өзі болар басынан дейді ғана. Болар өзі. Мен әлі студенттің ғой, кейінді көрем ғой деп жүретіндер де болады. Бірінші курстан талпын, бір нәрсе жаза. Қолынан бір нәрсе жазап, өткіз. Автобуста кондуктор болып істе, осы уақытта. Жұмыстың жаманы жоқ. Намыстарға ештеңе жоқ. Баяғыда намыстары жоқ әлгі. Сондай жұмыстарға бару үшін, саудаға бару үшін намыстанады қазақ. Ұят қой деп. Оның ұяттығы жоқ, жұмыстың аты. Ел істеп жүрген нәрсе бар. Жазда каникулда соған бару керек. Осы қазір дайындау керек адам. Саналяға барлығымыздың да сіздің өнеріңізге тәнті екеніміз. Біздің осы студенттеріміз, сізге арнау жазған студенттеріміз де бар. Соларға сөз кезегі берсек. Қайырлы күн, құрметті студенттер. Аға, біз сізді көргеніміз біз үшін үлкен мәртебе. Сізге мың алғыс, үлкен рахмет. Eğilip сәлем берейін алдыңызда, сұралар сол хақ тағала Алла алдында. Бүгін мен көргеніме қуанамын, бақ боп келген бақытты қазағыма. Еленбей еш егісіңіз қалмайды, өмір өзі жақсыларды жалғайды. Санның сауап жәннаттың нұрын төгіп, әшім атам мешітінде жайнайды. Асқақ қиял нұрлы сөздер төгілген, күн боп күлер жылы шуақ төбеңнен, арамыздан ұзамашы ағатай, қабыл алғын шыққан сөзді жүректен. Жылы жүзі тарамас жақсы жанның, сыйы көп болғай әрбір атар таңның, сөзімнің ең тәттісі саған болсын қалғанындай, түбінде тостағанның. Бар жақсысын тіледім жаратқанның, арыстарым еселенсе қалағаным. Шайқалмаған көк аспанның төрінде қанат жайған керле, мен балаңмын. Қалады атым мәңгілік тарихымда, жүзер талай өмір атты қайықтарда, нық ұстаған кемесін капитансың тулағанда, жағаға ашқан жайықта. О алыбым, сенің мәңгі сөзің маржан, сен дегенде жарқырап мен қуанам, өмірің ұрпағыңа үлгі болар сеніменен, шын талант
бірге туған. О асылым, бақыттымын, бақыттысың, сеніменен мақтанады жүрегім шын. Тілейміз бар жақсылық атаулыны, тек сен ғана аса нәлсі алашым. Қошеметтеп бар. Batıl olmak. Ассалаумағалейкум, Асанәлі ата, Ақтау қаласына қош келдіңіз. Менің есімім де Асанәлі Әшімов. Есіміңізде болса, осыдан 18 жыл бұрын, 2000 жылы осы қыркүйек айында Бекет атаның 250 жылдығы болатын. Сол кезде Маңғыстауға келіп Бекет атаның 250 жылдығына келген кезде анам мені сіз бар кезде босанған болатын. Сол кезде нағашым сізге ұқсасын деп Асанәлі Әшімов деп есімді қойған болатын. Сіздің қолыңызды алу, сіздің батаңызды алу мен үшін арман болатын. Қазір осы сәтті пайдаланып сіздің батаңызды алсам ба деп отырмын. Batası жақсы оқы, азамат бол, халқына қызмет ет, атты кірлетпе, атты жоғарылат, менен де жоғары. Алла! Аты-жөнім Оңғарбаева Айгерім. Сізбен туған кездесу әр қазақ жастарының арманы және біз сізбен кездесіп тұрғанымызға өте қуаныштымыз. Кеше демалыс күн болғасын мен 3 сағаттық жолға жүріп кеткен болатын. Сіздің бүгін келетініңізді естіп жаңа жеттім осы жолға. 3 сағат таксимен сразу келдім сізге де келгенмін. Сізге арнап бір 2 шумақ өлең жазған болатын, соны ұсынсам. Талантымен таң қалдырған талай жанда, елінді ойлап ақырған талай таңда, жанашыры бола білген өзегінің тегі мақта, қазақ дейтін асылғанда, қазағында туылған хас батырда, туылған сөз сөйлейтін шын ақында, дегенмен сіздей тұлға бір мен үшін тек қана туылады бір ғасырда. Қазақ тілі және әдебиеті мамандығының студенті қобалжымаңыз. Қошеметтеп. Сізді көргеніме қатты қуаныштымын. Мен қазақ тілі және әдебиеті факультетінің 1-ші курс студентімін. Аты-жөнім Жалғасова Несібелі. Мен сізге қояр сұрағым бар. Жаңа өзіңіз айтып өткеніңіздей, жасың 80-ден асты дедіңіз. Енді мен сізге қояр сұрағым, осы 80 деген биіктен кейін қараған кезде не көрдіңіз және жалпы өмірден түйгеніңіз не болды? Біраз дүние айтып қойым. Енді 80-ге жасыма өкпелім жоқ. Әр период дұрыс өтті. Балалық кезім соғыстар да болды, қиыншылықтар да болды. Соның өзі қазір маған азық болды. Қиыншылық көрдім, аштықты көрдім, жалағаштықты көрдім. Сол қазір нанның дәмін білем, қасиетін білем. Сондықтан даңдайсың деген менде отсутствует, қазақша айтқанда. Кәпсім жоқ. Өздерімізді сөйлесе береміз. Мен осындай екенмін ғой деп кеудені керіп,
кетіп қалған адамдар мол болды біздің арамызда. Енді біттім осымен қойдым жеттім деп. Сондықтан өмірге философиялық көзбен қарау керек. Сенен де мықтылар болған, сенен де мықтылар болады. Сен соның біреуі бірасың. Соның дәрежесіне жетсең бақыттысың деген девиз алу керек. Сондықтан қандай уақытта барасың, қандай сөйлеген адамды құртатын нәрсе. Сондықтан осы ұстаным осы менің. Ұстаным. Тек жұмыс істе алда. 30-да орда бұзбасаң, 40-та қамал ала алмайсың. Қазақ. Мен мысалы 30 жасымда ата қабырғаға іліктім. 40 жасында соның ең патологына жеттім. 10 жылдың ішінде. Советтер одағының халық артысын алу үшін оған үлкен еңбек керек. 40 жасында алдым. 30-да бастадық, 40-та қамал алдым. Но соның бәрі күнделік жауапкершілікті күшейтті. Алған екен қойда отыра берсең болмайды, соған лайықты қызмет істеу керек. Солай бұл. Ал менің бір сұрағым бар өзіме. Мына басындағы неге тағымыз кішкентай? Суықтан ба, жоғарда күннен ба, әлде солай тәртіп бар? Енді бұл сұраққа жауап беру мен үшін қиын емес. Суықтан емес, бұлар осылай тәртіп, енді мұсылман болғаннан кейін, дініміз ислам болғаннан кейін, әрбір балиғат жасқа толған қыз бала шашы әуре көрсетілгеннен кейін осылай. Соңғы кітап өзім өте. Мынау мен кішкентай ғана жол қалған кітабым. Менің 10 томдық кітабым шықты. 2 үлкен альбом шықты. Оның бәрін алып жүру өте қиын. Ауыр. Сондықтан жеңінде үштірдігін алып шығып, балаларға. Анау біреудің алғандарым көзін нетпей, оқып бітесіп басқа жолдасына беріп. Бір-бірлеріне Несібелі. Несібелі? Қазақ тілі және әдебиеті. Кездесуіміздің соңында біздің жастарға тағы бір-екі ауыз сөзіңіз болса. Бір-екі ауыз сұрақ болмаса, бәрі түсінікті болса, әр нәрсе, жақсы нәрсе өзі қысқа болады, әрдайым дәмді болады. Сондықтан біз көріскеніміздің өзі ең басты нәрсесі. Сондықтан сіздерге рахмет, жақсы оқыңдар, жақсы жүріңдер. Айтып жүресіздер кейін. Бір 40-50 жыл өткеннен кейін. Ағамызбен осы кездесіп сол кезде. Жақсы, рахмет. Қош келдіңіз. Жақсы.